Сәлем достар, біз бүгін фонариктер туралы әңгіме айтатын боламыз. Мен YouTube-тың қазақ тілді контентінен өзімде бар қалап жүрген фонариктердің қазақша түсіндірме жұмыстарын таппадым. Сондықтан аз кем осы фонариктер жайлы айтуды жөн санадым. Бізде бүгін Nightcore фирмасының өкілдері, алдарыңызда NU30 маркалы басқа тағатын фонарик. Мен бұл фонарикті 4,5 жыл тұтындым қазіргі таңда. Компания маған берген кезде 5 жыл гарантия берген тұғын. Енді бұл фонариктің уақыты жағынан, моральдық тұрғыдан тозғанын түсініп, өзіме жаңа фонарик алуды жөн санадым. Сөйтіп тапсырыс бердім. Ол фонарик бүгін келді. Бірінші біз жаңа фонарик туралы айтпас бұрын ескі NU30 фонарик жайлы айтқым келеді. Бұл фонарикті біз түрлі салаларда қолдандық. Жалпы Nightcore фирмасы бұл премиум сегменттегі фонариктерді шығаратын компания. Бұл фонариктің салмағы 80 грамм. Басқа таққан кезде бар жоғы білінбейді. Бұның 10 функциясы болды мен сатып алған кезде, және герметикалық тұрғыдан судан қорғалған тұғын IP67 қорғаныс жүйесі. Жаңбырда емін-еркін пайдаланатынымыз, кейіннен мына жерлерін уақыт өз деген алды. Қараусыз қалған сәтте балалар тістелеп, мына жерден су кіретін резина тығыншықтарын жыртып тастады. Мынау зарядталатын нұсқасы тұғын. Жалпы бұда 10 функция болды. Өте өзінің бойына қарамай өте қатты жанатын фонарик. Енді осыны ауыстыратын уақыт келді маған. Сөйтіп мен ұзақ зерттедім Nightcore фирмасының фонариктерін. Жалпы фонарик өндірісінде премиум сегментте шығаратын 3 компания бар. Бұлар Icebeam, Phoenix және Nightcore. Маған соның ішінде ұнағаны Nightcore болды. Nightcore фирмасы негізінен туризм, әскери мақсатта және де тактикалық фонариктер шығарады. Құтқару іздеу жұмыстарына өзінің әртүрлі кластары бар. Ұзаққа жағатын прожекторлары, және басқа тағатына, және орта кластағы, және аңшыларға арналған, балықшыларға арналған, туристерге арналған деген сияқты. Мен бүгін сондай кезекті Nightcore фирмасының басқа тағатын фонариктердің ішіндегі ең жаңа, ең соңғы үлгідегі фонарикті ұстап отырмын, және ең күштісі қазіргі таңда ұстап отырмын. Фонарик 2000 люмен жарық береді. Бұл фонариктің шыққанына бір 6 айдың жобасы болды. Орыс тілді, YouTube-тағы орыс тілді контентте де бұл фонарик жайлы бірақ обзор түсірілген. Қалғанның барлығы ағылшын тілді. Демек, бұл фонарик әлі күнге дейін бізде еркін қол жетімді емес. Мүмкін сондықтан болар. Фонарик 2 метр тереңдікке дейін судың астында пайдалануға болады, және 2 метр биіктіктен құлағанды көтереді, 2 метр тереңдікке дейін қолдануға болады. Бұл фонариктің NU30-дан айырмашылығы, бұда функция көбірек, және диодтары соңғы үлгідегі. Жалпы Nightcore'дың зарядчигі NU30-ға қарағанда, бұда USB-C болатын болса, мұнада біз жаңа поколение Type-C. Қазіргі таңда көптеген телефон, планшеттердің барлығы Type-C-ға өтті. Енді бұл фонариктің салмағын көрейік. 185 грамм. NU-ға қарағанда 2 есе ауыр, және 4 есе күшті жарығы. NU30 бізде 550 люмен жарық беретін тұғын, және 100 метрдің жобасында алдыңғы жарықтандыратын болса,
HC68 2000 люмен жарық береді, 4 есе күшті салыстырмалы түрде NO30-ға қарағанда, және жарығы 202 метрге дейін түседі деп көрсетілген. Так, әдеттегідей резина ұстатқылары, сырты алюминий, авиациялық алюминийден пайдаланған. Фонарик қатты жанған кезде қызбас үшін жанынан қабырғалар шығарған, салқындату қызметін атқарады бұл. Мына жағынан фонарикті қосып және зарядтайды. Біз көріп отырмыз, герметикалық гель жағылған, майлы және резина тығындағыштары бар. USB Type-C порт, зарядтауыштың осы жерін пайдаланамыз. NO30-дан айырмашылығы, NO30 ашылмайды. Маған компания өкілдері айтқан, 500 рет зарядталғаннан соң бұл неге былайша айтқанда өзінің жарамдылық мерзімі бітеді деп, ремонтқа көнбейді деп, бұл не ашылмайды. Қарап отырсыздар, бітеу. Бұның несі, батареясының қуаты 1200 миллиампер тұғын. Ал біздің бүгінгі HC68-дің батареясы 3,5 миллиампер. Өте тамаша. Мына бетін ашып көрейік. Фонарик новый. Жаңа бізге мен қолыма тигеніне 2 күн болды. Белгілі бір жағдайлармен шолу түсіре алмадым. 1835 маркалы батарея, 3,5 миллиампер. Дөу батарея екен. Найткоровский. Қазір бұл фонариктің әлеуетін көретін боламыз. Екі фонарикте де Cree диодтар орналастырылған. Cree XP. Бұл қуатты аз тұтынады, электр қуатын, және мол жарық береді, және жоғары температураға төзімді. Cree диодтар Америкада өндіріледі. Мен компанияның тарихын шолу жасадым. 1987 жылы басталған екен Cree фирмасы. Қазіргі таңда осы светодиод өндіруден нөмірде әлемде номер 1 компания болып табылады. Барлық ең күшті диодтар, жарық беретін диодтар осы Cree фирмасының болып табылады, яғни флагман. Оны көптеген салаларда Cree'дің диодтары жарық өндірісінде қолданылады. Көріп отқанымыздай HC68 Nightcore фонаригінде 4 диод орналасқан. Cree'дің мынау ұзаққа жанатына дальнобойный дейміз. Мынау жақын қашықтықта ближний деп айтылады. Мына 2 диод бұл қызыл түс береді. Бұл көбіне балыққа шыққан кезде, егін суғарған кезде шыбын-шіркей келмейді. Мына қызыл свет жағып отырсаңыз. Бұл NO30-да да бар. Не? Енді так, жақын қашықтық, плюс-минусты, плюспен жарықты көбейтеміз. Минуспен керісінше азайтамыз. Ұзақ басамыз плюсті, ұзақ қашықтыққа жанатын дальний жанат, жағамыз. Бұны балаларға қараусыз қалдыруға болмайды, бұл фонарикті. Менде болған нәрсе, мына фонариктің турбо режимі дейді, ең қатты жанатын бөлігі. Турбо режимді қосып, балалар кілемге осылай тастап кеткен. Нәтижесінде кілемде ерген. Мынау ненің фокусировкасы ыстықтан балқыған. Кейіннен бұл фонарикті қараусыз қалдырмайтын болдық балаларға. Өте жоғары температура береді. Турбо режим қосылған кезде міне қолды күйдіреді. Өрт шығу мүмкін. Қараусыз қалдырған жағдайда тез тұтанатын заттардың жанында осылай турбо режимі қосылып қалып кететін болса, өртеуі мүмкін. Екеуіне де линза орнатылған минералды стеклодан.
жарықты шашу үшін және ұзаққа түсіру үшін. Көрдіңіздер, минусты басамыз, былай ауысады, плюсті басамыз, былай ауысады. Жарықты күшейтеміз, ұзақ басып тұрсақ, жай плавно мына жаққа өтеді. Немесе дәл ортаға қосып алсаңыз да болады. Екеуін де қойып, дайындап берсеңіз, алдыңызды. Керемет жарық қылады. N30-ға қарағанда жарықтың потогының күшті екенін білуге болады. Бұл бір функциясы. Міне қызыл свет бізде бұл жаңағы шыбын-шіркей малсаны жолатпайтын свет. Жолатпағанда қашырмайды ғой, келмейді да мына қызыл светке. Ақ свет, жарық свет, ақ свет жанған кезде міндетті түрде шіркейлер үймелейтін болады. Қызылдың өзі екі нәрсемен не қылады? Екі күштірек, әлсізірек, осы екі положениесі бар екен. Енді көреміз, тағы бір функция болу керек. Міне моргающий. Мынау бізде маяк деп айтылады, то есть жарқырап тұрады. Жарық үнемдеу үшін. Бұл өте күшті жарық. Қазір мен көзіме цифрлық фотоаппараттардың спичкасы болады, тура сондай көзім жарқ еткізіп, мен көзімді алып жатыр. Мынау сос деген функция. Сіз қандай да бір қиын жағдайда қалсаңыз, осы сос белгісін арқылы халықаралық өлшем ғой, енді состы білмейтін адам жоқ шығар. Және бұл фонариктің артықшылығы, өшіресіз ғой, память сақтап қалады. Қай соңғы қолданылған функцияны памятке сақтап қалады. Қазір қосамыз, сос жоқ. Состы сақтамайды екен, мынау екі линзаның біріне қатысын сақтайды екен. Мысалы, мынандай өшіреміз, сақтап қалды, қосамыз, тура осы функциямен қосылады. Немесе мына жаққа өтеміз, барынша түсіреміз, өшіреміз, осын сақтап қалады. Жағымыз мынау сақталады. Енді фонарикте қанша батарея қалғанын білу үшін өшіп тұрған жағдай кезде ұзағырақ басамыз. Енді бізде көрсететін оның қызыл свет моргать етеді. 3 рет жанып өшсе, бұл 50-ден жоғары, 70%-тен жоғары жақсы батарея заряд бар деп көрсететін. Ал егер бұл 2-ақ рет моргать ететін болса, 50%-тен төмен тағы да басып тұрып, 1-ақ рет моргать ететін болса, онда 10% қуат бар деп көрсететін. Қазір мына так, мүмкін қалай көреміз. Қалай көреміз? Әлі толық зерттей алмадым бұл фонарикті. Мүмкін емес, көрсету керек қолда. Зарядты көрсету керек. Мен таптым. 2 рет басады екенбіз. 2 рет мигайт етті. Демек, бұда 50% заряд бар деген сөз. Егер 3 рет мигайт етсе, онда 50%-дан жоғары заряд бар деген сөз. Мынау 2 рет 50% зарядкінің өзі мысалға өте ұзақ уақытқа жетеді. Мысалға біздің мына фонарик біздің үйде техникалық характеристикасында бір зарядпен, бұл бір люменмен 360 сағат жанатын тұғын. Яғни біздің үйдегі светильнигіміз осы болатын тұғын. 4,5 жыл пайдаландық. Ешқандай өкпе жоқ бұл фонарикке. Енді мына фонариктің техникалық характеристикасында бұны 800 сағат жанат деп көрсеткен. Мен оны ондайларына сенем, өйткені бұл премиум сегменттегі фонариктер техникалық характеристикасы шынымен де лайық өзінің сипаттамасына. Паспорт бар, қосымша. Кейін оқи жатармыз.
Енді фонарикті далаға шығып тест жасап көрейік. Не болды, балам? Әке, істеп оласың? Фонарик па, әке? Менің басымда қазір Nitecore NU30. Енді фонариктердің жарығын тест жасайық. Енді камера қаншалықты ала алатынын білмеймін. Мынау бізде NU30. Айсыз қараңғы түн болып тұр бізде. Мынау NU30-дың қызыл цветі. Шіркей келтірмейтін бұл. HC'ді көретін боламыз. Қызыл цвет жанында. Мен NU'ды өшіремін. Не, мындай қызыл цвет. Сәл әлсіздеу сияқты NU30-ға қарағанда. Бірақ қызыл цвет табан жолыңды көрсетеді. 20-30 метрден кейін түнде көрінбейді, басқа адам көзіне көрінбейді бұл қызыл цвет. Ұзақтан сені көрмейді де, былайша айтқанда әскерилер пайдаланады ғой негізі қызыл цветті. Желкелеріне жағып қойып, свой-чужойды ажырату үшін түнгі шайқастарда негізгі фонариктерге қосқан, әскери фонариктерге қосқан себебі осы ғой. Ұзақтан көрінбейді де, қызыл цветті қойған сол. Өшіреміз. Бізде дальний цвет өшті. Енді жағып көреміз. Бұл екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Бұл жақын цветі. Енді жай дальныйға өтеміз. Дальный. Өте сочный және анық. Не дейсің, балам? NU30-бен салыстыруға келмейді жарықтары, конечно. HC68 өте жарық жанады. Өте жарық және көзге анық көрініп тұрмын. Мынау шарбақтар көрдіңіздер ма? Ақ свет жанып еді, шіркейлер үймелей бастады. Қызыл цветке шіркей келмейді. Осындай артықшылығы бар. Қазір салыстырмалы түрде NU30-ды жағып көреміз. NU-ның бірінші несі және турбо режим. Турбо режим. Но NU30 бар жанған. Көріп отырсыздар, ұзақты онша аламайды. Енді қазір біз HC68-ді қосатын боламыз.
HC68'ді қоссамыз. Мұны қосып жатырым. Көріп тұрсыздар, айырмашылықты. Хош, сонымен достар, біз бүгін Найткор фирмасының екі налобник дейді, басқа тағатын фонариктерін сынақтан өткіздік. Таңдауын өздеріңіз көресіздер. Мен екеуін де пайдаланып жатырмын. Бірақ маған HC68 қаттырақ ұнады, өйткені модификациялық жағынан бұл мүлде жаңа фонарик. Екеуінің жарығы да, айырмашылықтарды өте көп. Мен енді HC68 бен дос болам. NU30-ды үйде светильник қып пайдаланатын боламыз. Сонымен достар, қош сау болыңыздар. Найткор фирмасының фонариктерін алсаңыздар өкінбейсіздер. 3,5-4 теңгеге қытайлық фонариктерді аласыздар. Жарығы тез өледі, заряд тез таусылып қалады. Мынаны бір зарядтап аласыздар да, бір айға дейін зарядтауды ұмытасыздар ғой. Таңдау жасаңыздар, құрметті достар. Мен еш нәрсені жарнамаламаймын, тек жақсы нәрсені айтып жатырмын.